Енді Құранды егер ақша үшін бағыштайтын болса, онда бұл жерден сауап бар деп ешбір үміт етпей ақ қойсаңыздар болады. Мысалға, бір адам барды, өлген жерге, негізі бұл өте жаман үрдіс. Молда барған кезде 4-5 молдан тізіп отырғызады да, әрқайсының алдына 500 теңге, 1000 теңгені несіне байланысты, қызметтеріне байланысты. Авторитеттеріне байланысты. Біреусіне 1000 теңге, 500 теңге, 2000 теңге алдарына қояды да, ал оқи беріңдер дейді, күтіп отырады бәрі. Соны ақша қарап отырып оқиды. Бұл ұят нәрсе. Бұл өте ұят нәрсе. Бұл таза бір магазинчиге міне 200 теңге деп жаңағы наныңды бере бер деген сияқты ғой. Бұл өте ұят нәрсе. Бұл жерден сауап үнтету өте қиын болып қалады. Өйткені әрбір нәрсе пайғамбарымыздан жеткен хадис бар, сахи хадис, Омар жеткізген. Иннамал а'малу бинният. Әрбір іс ниетке байланысты дейді. Сенің ниетің Құранды жақсылап оқып ақшаны алайын десең, онда өлгенге қайдағы сауап? Өзіңе тек күнә жинайсың. А бұның күнәсі қандай болады? Аллах Құранда айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлазина яктумуна ма анзалаллах." Сондай бір адамдар бар, Аллахтың түсірген Құрандағы білімді жасырады дейді. Сен бір дастарханға бардың. Ол жерге барып, аға, мына палшыға баруға болмайды екен, әруаққа сыйынуға болмайды деп айтсаң, давай кет деп сені қуып, саған берейін деп отқан ақшасын бермей қалуы мүмкін да. Қой, алып алайыншы ақшаны, сосын кейін тағы бір кездескенде айта саламын деп. Сен бас тарттың ба, бұны Құрандағы ақиқатты жасырушылар дейді, мүмкіндігі бола тұрып айтуға. Инналлазина яктумуна ма анзалаллаху минал китаб. Құрандағы білімді ақиқатты жасырушылар. Ва яштаруна бихи саманан қалила, және оны арзан бағаға сатушылар дейді. Құран үшін аспан жердің құнын алып келсең де арзан. Аспан жердің құны Құранның бір аятына бір әріпіне де татымайды. Сондықтан сен оны $1000 оқысаң да, сен оны арзан бағаға сатушылардың қатарына кіресің. Тіпті сен Құран оққан үшін, саған ол Құранға оқыған адам өзінің астындағы мініп жүрген қымбат көлігін берсе де. Яштаруна бихи саманан қалила, оны арзан бағаға сатушылар дейді. Улаика ма якулуна фи бутунихим иллян нара. Олар іштеріне от жеп жатқан адамдар дейді. Қайдағы сауап айтуға болады бұл жерде? Кімге сауап барады бұл жерде? Бұл жерде тек қана күнә айтуға болады, егер сен Құранды ақша үшін оқып жатқан болатын болсаң. Улаика ма якулуна фи бутунихим иллян нара. Олар іштеріне от жеп жатыр дейді. Вала юкаллимухуллаху яумал қияма. Аллах қиямет күні ондай адаммен сөйлеспейді дейді. Субханалла, сақтасын. Сөйлеспейді. Вала янзуру илайхим, қарамайды дейді оларға. Валахум азабун алим, және оларға күйзелтетін азап беріледі дейді. Алла сақтасын. Сол үшін өте ықтият болу керек. Бұл жерде өте ықтият болу керек. Өйткені Құран еш уақытта ақшаға сатылған емес, сатылмайды да. Қазір соны біз осы нәрсе істегеннен кейін кейбір жаңа қайыр сұрайтын діннен хабар жоқ адамдар бастарына тақия киіп, автобустың ішіне кіріп алады да, кіре салып, қате-мәте бір фатиқасын, бір ықыласын оқиды да, ал жолдарың болсын деп алақан жаяды. Сонда Құранымыз Аллахтың сөзі емес, Құранымыз қайыршының тақиясына айналған сияқты ақша салатын. Оған ақша бергеннен гөрі қуып шыққан жақсы. Құранды былай қорғыма. Күн көре алмай жүрсің ба, нан таппай жүрсің ба, алақаның жайда аштан өліп бара жатырмын деп айт. Құранның сөзін ораға кіргізбе. Сол үшін Құран біреудің айтқанда садақасын салатын корзинкасы емес. Құран Аллахтың сөзі. Яғни сондықтан егер Құран бағыштаудың өзінде де біз оған өте ықтият болуымыз керек. Егер кімде-кім Құран оқуды жаттағандағы ниетінің өзі осыны кәсіп қылып, осы көршілердің арасында жүріп Құран оқып, әйтеуір тоқа пісірген тоқашыменен жаңағы бешбара мана қолын салып жеп жүрейін деген ниетте бір-екі тиын тебен берсе қалтамын түбіне салып қойып жүрейін деген ниетте болатын болса, онда ол адам ішіне от жеп жатыр. Ол бешбармақ жеп жатқан жоқ. Ол ішіне от жеп жатыр. Шындап келгенде Алла ондай халден сақтасын. Бұл жаңағы өлгенге Құран оқуға байланысты мәселе екен. Ондай болмаса бұл нәрсені анықтап айтып кетейік. Өлгенге Құран оқуға бола ма, болмай ма дегенде Құран мен сүннетте онда кездестіре алмаймыз. Бірақтан ғалымдар және өте беделді ғалымдар, Ханафиден болсын, Шафииден болсын, басқа мазхабтан болсын, Хамбалидің өзінен болсын, өте беделді ғалымдар егер сауап баратын шығар деген қияс мәселесімен рұқсат бергендер бар. Қияс мәселесімен, яғни Құран мәселесімен емес. Ал қиясқа қарсы шыққан адам күнәһар болмайды. Істеген адам және күнәһар болмайды. Бұл бір. Екінші, ол тек қана мұсылман үшін ғана бағышталуы мүмкін. Мұсылман үшін ғана Құран оқылуы мүмкін. Оқылған күннің өзінде. Мұсылман емеске Құран оқылмайды. Үшінші, Құран оқығанда оны ақшаға оқуға болмайды. Дүние ниетіменен.
Төртінші Құран оқыған кезде оның екі түрлі жолы бар. Құранды дәнекер етіп соңынан дұға қылу, яки болмаса Құран сауабын бағыштау. Осы жолдары бар екен. Сондан осыған ықтият болайық, білейік, шынымен жаңағы білімсіз дауға түсіп кетушілердің қатарында болмайық.